қалайсыз? Жақсы, рахмет. Мамаңыз қалай енді? Дихан екеуін көріп жүр эфирден. Иә, күнде көреді екен. Кешінде мен көрдім сендерді деп айтады. Мама қуанышты ғой. Әрбір мама ата-ана баланың бақытты болуын қалайды ғой. Қызы болсын, баласы болсын. Өз бақытын тапқан бұл өмірде ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Және құрметті көрермен, Дихан мен Гүлбайра үнемі осылай жүреді. Қолды Құдай ажыратпасын. Дұрыс айтасыз. Көлеңкесіне қалып кеткен жоқпын, коронаның жалғыз. Менде де корона бар деген дүниені айтып келген шығар, наверное. Может, басқағыз көрші елдеріне айтады, хикмасына қалам дейтін шығар, бірақ мен өзім смелыс, мен де коронамын. Мен де королева, мен де корона кие аламын. Бұл жерге дейін енді бірінші келген мен ғой. Бұрынғы сезондарда білесіз қандай образда жүретінмін. Сол шамалы енді өзім келіп алған жайым бар. Сол үшін тақып көрдім коронаны. Біраз қатысушылар айтып жатыр, халық айтып жатыр, енді комментарияда оқып қаласың ғой. Мен ешкімнің көлеңкесінде жүрген жоқпын. Сол күні айттым. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн баршаларыңызға. Сол машина қарамағанымда почти 1 жыл болыпты. Былтыр сентябрьда ауыстырған майда 5000 километр енді болған екен, оны кеше ауыстырып алдым. Қазір енді Сергейлардың уақыты кепті. Сосын Қалайсыз, Маржан? Өте тамаша. Ханшайым болып тұрсыз ғой. Иә. Енді бағана қыздар бірнеше сын айтты, біреуі даттады, біреуі жақтады дегенде, өзіңіз не айтасыз бүгінгі образыңызға? Негізі мен өмірде семьямда болсын, университет класста болсын, бүкіл жерде өзім лидер болып үйреніп қалғанмын. Өзім жоғары ешкімді қоймаймын. Өзімнен всегда айтамын, мен өзімдікі смелость деп, мен талшынға. Не ойлап отырсың енді Артбеке? Бұл таныстықтан. Жалпы мына жерде басында айта кетті ғой негізі. Мадинаның да жаңағы айтқанынан. Әдетте бұлар ортаға шыққан кезде орындықты біріктіріп солай отыратын еді да. Келген кезде екі жақта отырды, одан кейін Мадина келді, екеуміздің мышлениеміз келмейді деген сияқты. Таныстық тоқтайтынына бір андай сигнал беріп қойды да. Енді қанша талқы болғанмен екеуі сырттай уже шешім қабылдап қойған. мен бір нәрсе атылып қалды. Соларды алып барып ауыстыруға керек болды. Негізі Toyota жақсы машина ғой. Аллаға шүкір, Toyota ремонт сұрай бермейді. Көптеген машиналар бар ғой, қылт етсе сынып қалып бірдеңе болып. Toyota өлмейді. Ходовка жағынан да мықты. Сол қазір майда шүйдесінің аласында барып сатып аламын. Осы ходовка жинауы да арзан ғой, басқа машиналарға қарағанда. Білмеймін, кому как. Бір-бірімізді жібереміз, все, бізде бәрі бітті деген секілді сыртта уже екеуі де бір-бірін жіберіп қойғанда, ортаға келіп, соны айтып, осымен таныстық тоқтап жат. Тоқтайды деп ойлайсың? Тоқтайды деп ойлаймын, неге себебі басында айтып кетті.